Қамырды жайып орап отырмайтын өте оңай және өте дәмді болып жасалатын гүл самсалар жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алайық. Менде сүт өнімдері, Майя ферманың өнімдері, ұнға жұмсақ сары майды, жылы суды, сметана, жұмыртқа, дрожж, тұзды қосып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамыр орташа жұмсақтықта қамыр шығады. Пакетке орап демалдыруға 20 минут, жарты сағатқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында салмасын дайындап алайық. Пияз, қалауыншы, фарш, тауықтың еті де өте дәмді болады. Тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын қамырды осылай ұзыншалап етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 40-45 граммнан болады. Барлығын осылай жайып, ішіне салмасын салып, осылай әдемілеп бүгіп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте әдемі көрінетін самса міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Умида.